Еліміздің аумағында сұйық тұрмыстық қалдықтарды төгуге арналған 200-ге жуық полигон жұмыс істейді. Алайда ассенизаторлардың кейбір жүргізушілері өз пайдасын ойлап, қоқыс пен нәжісті қалалардың кәріз желілеріне ағызады. Салдарынан өсімдіктер уланып, кәріз жүйелері бітеліп, ыстық күндері жағымсыз иіс шығарып, тұрғындардың мазасын алады. Ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитеті қоғамдық қауіпсіздікті қоғаммен серіктестікте қамтамасыз ету тұжырымдамасы шеңберінде жұртшылықпен тығыз байланыста. Бірлескен жұмыстың арқасында экологиялық құқық бұзушылықтар анықталуда. Проживая в столице, я начал сталкиваться с тем, что водители ассенизаторских машин сливают свои фекалии в центральной канализационной системе, ливневую канализационную систему, лесные массивы. Узнав о переходе полиции на сервисную модель, обратился в Министерство внутренних дел через ЕУЭТНЭШ. На сегодня совместно с сотрудниками полиции мы наладили взаимодействие и общими усилиями уменьшили количество слива и выброса отходов. Уверен, что проводимая нами работа положительно сказывается на уровне благоустройства города и в целом экосистемы столицы. Жыл басынан бері 20-дан астам құқық бұзушылық анықталды. Барлығы бойынша әкімшілік сипаттағы шаралар қабылдануда. Өз құзырет шегінде полиция қызметкерлері осындай бұзушылықтарды әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 505 бабы елді мекендерді абаттандыру қағидаларын бұзған үшін жауапкершілікке тартады. Осы бап бойынша санкция 20-дан 30 айлық есептік көрсеткішке дейінгі айыппұлды көздейді. Республика бойынша осыған ұқсас құқық бұзушылықтар үшін 130 мыңнан астам құқық бұзушы жауапкершілікке тартылды. Оның 12 мыңы Астана қаласында және 17 мыңы Алматы қаласында, Қарағанды облысында 18 мыңға жуығы. Полиция жұмысының сервистік модельге көшуіне байланысты Ішкі істер министрлігі келіп түскен құқық бұзушылықтар туралы хабарламаларға жедел ден қоюға аса мән береді. Сондықтан азаматтарды табиғатты қорғау заңнамасын бұзушылармен күресте белсенді болуға, анықталған құқық бұзушылықтар туралы дереу 102 арнасына хабарлауға, мүмкіндік болса дәлел ретінде пайдалану үшін бейнежазбаға түсіруге шақырамыз. Қоршаған ортаға ұқыпты қарайық және экологияға бірге қамқорлық жасайық.